Жейдон Санчо қалай әлем футболының ең таңқалдырарлық жасөспіріміне айналды. Оның болашақ жұлдызға айналатынын айқын білдіретін сәтті дәл айтуға болады. Ол 2017 жылдың мамыр айы. 17 жасқа дейінгі Англия Норвегияға 1-0 ұтылып жатты. Санчо допты өз жарты алаңынан қабылдап шабуылға жөнелді. Ол өзінің жылдамдығы мен тапқырлығы арқылы қарсыластың 3 ойыншысын және қақпашыны алдап өтіп, Риан Брюстерға пас жасады. Англия ойынды 3-1 есебімен жеңіп, сол Европа чемпионатында 2-ші орын алды. Санчо турнирдің ең үздік футболшысы атанды. Бұл алдыда орын алатын оқиғалардың белгісі еді. 17 жасында ол Ман-Ситиден Дортмундқа өтті. Осылай, ол өзінің Германияда карьерасының дұрыс дамитындығын тура болжай алды. Жастар командасында ол әрқашан сол қанатта ойнайтын. Солай ол ортаға жылжып, өзінің сүйікті оң аяғымен қақпаны көздейтін. Алайда Дортмундта ол көбінесе оң қанатта ойнайтын болды. Бұл оның командалық ойын үлгісін түсінуіне өз үлесін қосты. Осылай ол біраз өзімшілдігінен арылып, өз ойынына әртүрлілік қосты. Оны біз Гройтер Фюртқа қарсы жеңісті пас берген ойында байқадық. Ол өз мәнерін болжап білуге болмайтындай дәрежеге жеткізді. Оң жақтан сол жаққа және қайта солға орын ауыстыру арқылы ол қарсыластардан өтіп, Марко Ройсқа әдемі пас орындады. Санчоны қанша мақтағанымызбен оның кемшіліктері де бар, және солармен ол жұмыс істеуі керек. Дәлірек айтсақ, терең қорғанатын командалар оны састырады. Біз оны Аусбургке қарсы ойында көрдік. Қорғаушылар оған бірге бір ойнағанын пайдасыз екенін түсініп, олар оған қарсы өздерінің санын қолданды, дриблинг жасайтын жолдарды жапты. Сөйтіп олар оны пас жасауға итермелейді. Сол сәттерде Санчо тез шешім қабылдағандықтан қателер жібереді. Бұл дегеніміз қарсылас командалар оның қауіпті ойыншы екенін қабылдайды деген сөз. Енді карьерасының соңына дейін солай болатыны анық. Бірақ Санчо өз ойын мәнерін одан да дамытып, бұндай жағдайға әрдайым дайын болатынына сенемін.